Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Әбдікерим Байман Жақсымбетқызы, Тараз қаласы нөмір 40 гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Бүгін сіздерге өз сабағымды ұсынғалы отырмын. Ой қозғау әдісі арқылы алдыңғы білімдерін еске түсіріп, сабақтың тақырыбын болжаймыз. Ол үшін төмендегі суреттерге қарап, сұрақтарға жауап береміз. Суреттерде не бейнеленген? Бұл суреттердің сабақтың тақырыбына қандай қатысы болуы мүмкін? Өз болжамыңды айт. Оқушылар өз болжамын айтып, сабақтың тақырыбын анықтап алады. Сабақтың тақырыбы жұмыссыздық және әлеуметтік теңсіздік. Оқу мақсаты мәтіннен автордың көзқарасын, негізгі ойын, негіздейтін аргументтерді талдай отырып, астарлы ойды анықтау. Бұдан сабақтың мақсаты шығады. Мәтінді тыңдап, автордың көзқарасын, астарлы ойды анықтайды. Тақырып аясында сұрақтар құрастырып, сұхбат жүргізеді. Ақпаратты өмірмен байланыстырып, өзіндік көзқарасын, жүйелі дәлелді жеткізеді. Бағалау критерийлері төмендегідей. Тыңдалым алды кезеңінде жаңа сөздермен жұмыс жүргіземіз. Жаңа сөздермен танысып, сөз тіркесін, жай сөйлем және құрмалас сөйлемдер құраймыз. Тыңдалым барысы кезеңі. Мәтінмен жұмыс. Бұл үшін топтық жұмыс жүргіземіз, кубизм әдісін қолданамыз. Сыныпты топтарға бөліп, жұмыссыздық түрлерін туралы айтады. Мәтінде сөздердің қандай байланысу тәсілдері қолданылғаны анықтайды. Жұмыссыздықтың түрлерін қосымша мәліметтермен салыстырады. Жұмыссыздықтың түрлерін топтастырады. Қазақстандағы жұмыссыздық бойынша зерттеу жасайды және мәтін бойынша қорытынды жасайды. Дескриптор мәтінді мұқият тыңдайды, мәтінді талдап ой бөліседі, кеңесіп ойын жинақтайды, өз ойын тұжырымдап айтады. Қалыптастырушы бағалау бұл жерде 2 жұлдыз 1 тілек әдісі арқылы жүргізіледі. Жалпы кубизм әдісінің мақсаты оқушы назарын шоғырландырып, мәтіннің астарлы ойын, мәтінде көтерілген мәселені анықтауға, ақпарат алу мен пысықтауға, ойын жинақтап, тұжырымдауға дағдыланады. Бұл жерге ынтымақтастық оқыту тәсілі қолданылды. Тыңдалымнан кейінгі кезең жұптық жұмыс. 6 неліктен әдісі бойынша бүгінгі сабақта өткен материалдардың негізінде порталас досымен сұхбаттасады. Дескрипторы 6 сұрақ құрастырады, жұптасып сұхбаттасады, сынып үздік сұхбатты анықтайды. Қалыптастырушы бағалау бұл жерде сыныптастар бір-бірінің жұмысын бағалап кері байланыс береді. 6 неліктен әдісінің артықшылықтары және бұл жерде нәтиже тәсілі қолданылды. Келесі тапсырма жеке жұмыс. 4 сөйлем әдісі арқылы мәтін бойынша өз пікірлерін бір сөйлеммен айтады, дәлел келтіріп, өмірмен байланыстырып, қорытындылайды. Бұл жерде дескрипторы тапсырманы тыңдайды, өз пікірін бір сөйлеммен айтады, дәлел келтіріп, өмірмен байланыстырып, өз көзқарасын білдіреді. Бұл жерде қалыптастырушы бағалау мұғалімнің ауызша кері байланыс арқылы жүзеге асады. 4 сөйлем әдісінің артықшылықтары туралы оқуларыңызға болады және бұл жерде таңдау тәсілі қолданылды. Оқушы өзінің таңдауына мүмкіндік жасалады. Сабақтың соңындағы кері байланыс бұл жерде шығу парағы әдісі арқылы жүзеге асады. Бүгін не үйрендіңдер? Сабақ бойынша қандай сұрақтар бар? Келесі сабақта қандай мәселелерге баса назар аудару керек? Деген сұрақтарға оқушылар жауап береді. Және сабақтың соңында үй тапсырмасы беріледі.
мәтін бойынша жұмыссыздық пен әлеуметтік теңсіздік байланысы жөнінде өз қорытындысын жазады. Сабақта қолданған ресурстар төмендегідей. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.